Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Кітап сүйер қауым, бүгінгі тақырыбымыздың аты күмбірлеген домбыраның сазды үні. Домбыра қазақтың иесі, қасиетті қазынасы. Қазақ пен домбыраның ұғымдары бір. Күннің кешегіге дейін әр үйдің төрінде ілініп тұратын ұлттық аспабымыз күмбірлеген үні бүгінгі дейін алыстап бара жатқандай. Домбыраның күннің белгілі жайдан емес, бұл рухани жаңғыру бағытында ең сүбелі тірліктің бірі болмақ. Осы күннің аясында ұлттық аспабымызды ұлықтау мақсатында көптеген бой көтеріп, көптен бері қолдау таппай жүрген игі дүниелердің қайта жаңарту ғажап емес. Домбыра үнемі астарлы, салмақты дүниелердің бірі. Оның өзінің қоңыр үні мен қоңыр болмысына сай ұлтымыздың жанына қайта қалыптастыру, жаңғырту, бұл жастарға үйрету.